Армысыздар, құрметті Видеомейкер KZ каналының подписчиктары, тұрақты оқырмандары десек болады. Бүгін біз қалай Инстаграмға, IGTV-ға, не болмаса сторисқа и жалпы постқа видеоны қалай саламыз, осыны сізге үйретемін. Қалай салған дұрысырақ, қалай салған ыңғайлырақ, то есть ақ фонда не болмаса басқа да фондарға қалай жасаймыз деген. Так, сонымен кеттік. Мысалы көрсетейін қазір. Міне ББ-ның бизнес бастаудың нелері, видеолары. Кез келген видеоны алайық. Тыңдаудан іске көшті. Мысалға, оны қосқанда. Қайырлы күн, құрметті бизнес бастау каналының көрермендері, тыңдармандары. Бізді көріп тыңдап жүргеніңізге қанша уақыт болды? Осы сізге осындай лентада әдемі болып тұру үшін қалай жасауға болады? Бизнес жүреді. Қараңыз, мынау IGTV. Көрдіңіз бе? негізгі стартап деген сөз бар. Оны көп адамдар не болмаса, мына менің жеке немдегі. Мынау қысқа видео болғандықтан осылай. 1 минут видео болғандықтан. Бұл да 1 минуттық видео. Мына тарзаман ұзақ видео. IGTV. Осыны үйренеміз. Сонымен кеттік. Бірінші Premiere Pro'мызды ашайық. Так, бізде ағылшынша тұр. YouTube'ге 3-ші сабақ. Бұлай атын дұрыстап қойған дұрыс, өйткені ертең сізге керек болса, үйшілік тауып алуға болады. Бір нәрсесін өзгерту керек болатын жағдайда. Сонымен ең бірінші лайфхак, қарапайым лайфхак, қазір мен сізге көрсетейін. Ақ фонды орнатамыз. Мында қойып аламыз. Бірінші көшіріп алайық керек жақтарды. Кешеден бері біз дайындаған осыны 15 секундтық сторисқа осыны салайық. Так, сонымен бірінші ең қарапайым приемды көрсетем. Мынаны ақ фон деген, мына дайын форматта скачать етесіз. 19-да, 16-да, 9-да. Осыны орнатасыз, көрдіңіз бе, дайын форматта тұр. Сосын сабақты қоямыз, видеоны қоямыз, основной продукция. Бұл байқап тұрғандай 15 секунд. Байқасаңыз, бұның качествосы жоғары болғандықтан, бұл деген бұлай көрсетіп тұр. Сосын оң жақ кнопканы басамыз, масштабировать по размеру кадра дейді. Көрдіңіз бе? Осыған саятындай қылып жасап қой. Бүйтіп қарап жүрейік. Сосын Ctrl-T, не болмаса міне. Мына кнопканы басамыз. Текстті. Или болмаса I-ді басамыз. I-ді бассақ болмайды екен. Ctrl-T. Тақырып деп қойған, басқа бірдеңе деп қойған. Мен бірден көбінесе бірінші слой дегендей. Мұнда мысалға ремонт.
ремонт жазып қойып ағылшынша берген решеніңіз ремонт так ремонт деп жазып қойдым. Мұнда мен көбінесе бибасты қолданамын. Бибас полужирный. Сосын және де түсін келтірейік. Қара түс. Тым үлкен болғандықтан осындай қояйық. Қазір түсіндіріп не қалай болып жатқанын. Не болмаса, давайте қазақша жазып қойып. Не болмаса, қазақша жазып қойып. Үй жөндеу деп. Бұлай ортасына қоямыз. Мына жерге тағы бір нәрсе жазып қоюға болады. Жолақты жүргізіп қоюға болады. Біратала жолақты қалай жүргізетінін сізге көрсетіп қойайын. Осы жерден басамыз да Shift және де сызықша нижний пробелді қоямыз. Давайте осылай қойып қойайық, жарайды осы. Сосын басқасын таңдайық. Не үшін? Белгілеу керек. Чтобы мынау бір сызық болу үшін. Оп, міне мынада бір сызық болады екен. Қазір түсіндірем ол не үшін керек екен. Давайте бұл жерге дейін жеткізіп қойайық. В принципе, басқа да варианттармен созып қоюға болады, но басқа варианттармен созайықшы. Мысалы, мынандай болып тұрса, мына жерде ширина деген бар. Соны бүйтіп созып келтіруге де болады. Түсті басқа да түспен жасауға болады, но бізге осы жарайды. Қара тұра берсін. Жабамыз. Мұнда смело X пен жаба беруге, өйткені мұнда сақталып қалады. Ал енді көрейік. Бұл 15 секунд үй жөндеу. В принципе, жирный қылып қоюға болады. Өйткені жазу кішкентай. Не симметрично. Ең басы симметричностьқа мән беріңіздер, ағайын. Жамағат, қараңыздар. Ортада болса кішкене нормальный көрінеді, жақсылық көрінеді. Менің бір тағы бір бүгін үйретіп кетейін, негізі бүгін үйретіп кетейін, но бүгін сіздерге үйретіп кетейін. Қазір ешқайда кетіп қалмаңыздар. Монтаж, реклама. Дәл осы жерде отыра беріңіздер. Качество өте төмен екен. Что ж. Здесь холодно, нормально. Неге бұны жасалады, қазір көріп түсінесіздер. Положение. Алдыңғы сабақтарда көргендей, положениенің қасында сағаттың переключение анимация басамыз. Көк болып тұрса қосылды. То есть мынандай точка шығады. Не болмаса мынаны басып қаламыз. Қараңыздар. Керек жеріне қойғаннан кейін, мына жерде көрдіңіз. Мынандай шықты. Сосын соңына апарамыз. 15 секундқа барды. Бізге мынау жарайды. Оп, осылай қойып қоямыз. Переключение анимация қосылғаннан кейін
мына жерде тұрғанда мына жерде тұрды ғой. Мына жерге келгенде ол мына жерде тұру керек деп айтылады. Сонда то есть параметрлер. Мынау бізде дайын болды. Бірақ бір нәрсені айтып кетейін. Ақ фонның качествосы төмен болғандықтан, қазір көрсетемін. Ақ фон 281-ге 500 болып тұр. Сондықтан бүкіл формат качествосы шығып кетеді. Қазір қараңыздар. Эпизод. Настройки последовательности. Настраиваем. Так, ось времени 29-да жетті жарайды. Мында есіңізде болса, мен постоянно максимумда қоямын. 1080 мен 1920. Қараңыз. Хоп. Ақ вообще мүлдем жоқ болып кетті. Масштабировать по экрану. Және де мына біздің неде жазуда шығып кетті. И жазудың качествосы, как говорится, желает лучшего. Сондықтан да бірінші качествосын дұрыстап алған дұрыс. Не болмаса интернеттен скачать еткенде қазір, скажем так, белый фон. Скажем, мына қараңыздар. Бәрі ақ болғандықтан дұрыс көрінбейді. Осы жерден былай жасауға болады. Көрдіңіздер, мына жерде қараңыздар, мына жерде мұқият. Осылай қарап, ең качественный не болмаса, белый фон. 1920. То есть ең жоғары качестводағы ақ фон керек маған деп жазсаңыз, шығу керек, скорее всего. Міне. Осындайды скачать өрес 1080-1920. То есть бұл өте качественный. Осыны қоятын болсам, жаңағы настройкасына кірмей, бірден осындай болады и жазу четкий болады. Қазір мына жерден жазып көрсетуге болады мысалы. Жазып көрсетейік. Тастайық. Текст 01. Так, мына жерге үй жөндеу. Специально менде барымен жасадым, чтобы сізге көрініп тұрсын деп қателік, кейде қателік қандай болатын. Бастапқысы ең бірінші қойған сурет қандай болады, сол качествода кетіп қалады көбінесе. Жирный аламыз. Жирный жасаймыз. Дәл кетеміз. Кішкене түсіреміз. Ақырын қозғаймыз. Ал мында сызықша болған жоқ. Ол үзік-үзік болып кетті. Бұл үзік-үзік. Бұл үзік-үзік. Мынау қалай болады? Бұл вообще үзік-үзік. В принципе, мынада әдемі екен. Осын жасасақ, по секундіне бөліп тұрғандай болады. Бізге керек сачын. Сплошной керек. Әншейінде аузын жаппас, той дегенде әнші таппас болады бізде қазір ағайын. Ой, не өкет бұны. Ой, бұл да ол тұрған жама. Вариант. Берлин. Әншейінде аузын жаппас. Манаға тым сразу табу керек. Соны жаттап алу керек. Мынау деген құдай-ау. Давайте басқартырмай қойып, біздің неде тұра берсін жаңағы беваста. Және жирный алып қойып. Және үлкен алып қойып, қалыңдау болсын. Сосын ширинамен ойнай қоямыз. Шығып ағайын. То есть бас жасаса, аяққа күш түскеннен қарамайсыз. Жарайды. Біздің знагымыз тіптен көрінбей қалыпты. То есть значогымыз
TM'дегі мәселе болады десем, ескенді қойып, және де мынаны қайтарып жіберейік. Мына қараңыз, мына бүкіл бетті алып тұрады, мұнда 100 болғанда масштаб максималында болғанда, то есть негізгі болғанда тек қана кішкентай ғана бөлігін алып тұр. Ол деген нені білдіреді? Ол деген бұл қоғамның өте керемет деген. Мынау 20 деп көрейік. 20 жарайды. В принципе, жарайды. Так, есімізде болса бүйтеміз. В принципе, мынау деген жарайды. Қайтадан қоятын болсаңыз, мынаны обязательно аласыз. Өйткені жаңа байқағандай қозғағанда ол деген бастапқы нені сақтап қалды. Енді қайтадан басамыз. Бүйтіп әкеліп, мынаны басып салу болады. Бірақ бізге ол керек емес, бізге мына жерге келу керек. Кетті. Қарапайым еттім алдым деп ойлайын. Мен көбінесе мына сабақтың өзін монтаждап, содан кейін барып қоямын. Одан кейін қойғанда мында эпизодпен келтіріп аласыз. 1080-1920. Мынаны мен алдында жасадым да, содан сақтап қойдым. Көмектесе алдым деп үміттенем. Жаңағы кешегі анимацияны, кешегі сабақ алдындағы сабақтардағыдай анимацияны қозғауды, және де бүгінгі сабақ ақ фонға орнату. Мына жерде тек қана ақ фон емес, не жасау болады, жаңағы анонс жасау болады. Кстати, мен анонстарды солай жасап жүрмін. То есть, мына жердегі основной видео кетіп жатады, мында негізгі видео тұрады, анонстық 15 секундтық, мына жерде баннер қойып қоятын. Сонымен кеттік. Рахмет бізге бірге болғаныңызға. Әлі де сабақтарды түсірем, алдағы уақыттар қандай сабақ түсірейін, комментарияға жазып кетіңіздер. Adobe Premiere Pro'дан қандай монтаждап үйренгіңіз келеді. Бір күні аптасына 2 рет өткізем. Бір күнде бір сабақ жіберіп тұрамын. Колокольчикті басып алыңыз, жіберіп алмас үшін. Тағы да пайдалы. Бір жағынан бұл каналда мобилография, то есть телефонмен монтаждауды, бір жағынан ноутбукпен осы Adobe Premiere Pro'мен монтаждауды үйретемін. Алдағы уақытта Vegas Pro'ны да үйретемін. Егер сіздің ноутбугыңыз Adobe Premiere Pro'ны таппайтын болса, жазып кетіңіз комментарийға. Рахмет, сау саламатта болыңыздар. Сау саламатта, жақсылықта кездесейік.